Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін кезекті видеомды шығарып отырмын. Бұл жерде тригонометриялық теңдеу және оның аргументінде арк функция бар. Яғни синус без арктангенс x тен 1. Яғни бізде синустың аргументі, функцияның аргументі ол арк функция болып тұр, без көбейтілген арк катангенс. Осы есепті қазір шығарайық. Біріншіден көріп отырғанымыздай, қарапайым егер синус бірге қай мәнде тең болады? Синус т тең 1 болса, онда т синус бізге бірге 90 градусқа тең, яғни пи бөлінген 2 қосу 2 пи n, яғни n тиісті z. Сондықтан бізде т-ның орнында арк катангенс, без көбейтілген арк катангенс x, сондықтан без көбейтілген арк катангенс x бізде тең болады пи бөлінген 2 қосылған 2 пи n. Бұл жерде барлығы түсінікті, я? Ары қарай. Арк катангенс бізде 5-ке көбейтіліп тұр, сондықтан 5-ке бөліп жібереміз. Сонда арк катангенс x тең болады пи бөлі 2. 5-ке бөлеміз, пи бөлінген 10, 2 пи n бөлінген 5. n әрқашан бүтін сан. Сонымен, енді арк катангенс, арк функциясы бұл жалпы не нәрсе? Есімізге салып қайталап өтейік. Мысалы, бұл катангенс функциясына кері функция, яғни егер x тен катангенс y деп алсақ, онда керісінше y ол арк катангенс x болып табылады. Бұл жерде осы функцияның анықталу облысы, яғни x бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, яғни катангенстің мәндері кез келген мәнді қабылдай алады. Ал енді бізге маңыздысы бұл жерде мәндер жиыны y. Бұл арк катангенс функциясының анықтамасы бойынша бұл әрине 0 мен пидің арасында. Оқушылар үшін айтып өтейін, бұл оқулықта, кез келген оқулықта бұл анықтамасын табуға болады. Сонымен, яғни арк катангенстің мәндер жиыны бізде 0 мен пидің арасында болғандықтан, міне арк катангенстің мәні бізде. Осы мән жай ғана анықталу облысына саламыз. Яғни ол 0 мен пидің арасында. Яғни пи және 0. Осы екі аралықта бізде, енді бізде осы екі аралықта бізге n-нің мәнін табу қажет. Яғни нақты n-нің мәні қандай болатынын бізге анықтау қажет. Түсінікті, я? Сонымен пиға қысқартып жіберейік. 0-ді пиға бөлеміз 0 болады. Пи бөлінген 10-ды пиға бөлеміз, қысқарып кетеді 10-нан 1. Мына жерде пи қысқарып кетеді 2n бөлінген 5. Пиді пиға бөлеміз 1 болады. Бұл түсінікті. Немесе 1 бөлінген пиға көбейтеміз. Айырмашылығы жоқ. Сонымен бізде осы қос теңсіздік шықты. Енді осы қос теңсіздікті сатылап отырып шешейік. Барлығын сатылап көрсетейін. 10-ға көбейтейік, себебі бөлімі 10 үлкені. Сонда бізде 0-ді 10-ға көбейтеміз 0 болады. 10 мен 10 қысқарады. 10-нан 1-ді 10-ға 1 болады. Және 4n. 5-ді 10-ға 2. 4n. Мына жерде 10 болады, 1-ді 10-ға. Яғни 1 қосылған 4n 0 мен 10-ның арасында. Ары қарай минус 1-ге қосамыз. Сонда минус 1, мына жерде 4n, мына жерде 9. Енді n-ді анықтайық. 4-ке бөлеміз. n болады. Сонда мына жерде минус 1-ді 4-ке, минус 4-тен 1, 9-ды 4-ке, 4-тен 9. 2 бүтін 4-тен 1. Сонымен біз n-ді анықтадық. Қай аралықта жатқан? Естеріңізге сала кетейік. Бұл n бізде міндетті түрде бүтін сан. Бүтін сан болғандықтан осы аралықтағы n-нің мүмкін мәндерін қарастырайық. Бұл минус 4-тен 1-ден 2 бүтін 4-тен 1-ге дейін, яғни бұл түсінікті 0,
1 және 2 осы 3 мәнді қабылдай алады. Және осы 3 мәннің көмегімен біз қазір жауаптарымызды жазып шығамыз. Сонымен арк котангенс x бізде 3 мән, яғни 3 жауап шығуға тиісті. Арк котангенс x тең. Сонымен арк котангенс x бізде ол неге тең болып шықты? Ол пи бөлі 10 қосылған 2 пи n бөлінген 5. Бізде n-нің 3 мәні шықты. Сонымен сол мәндерді кезек-кезек қойып шығайық. 0-ді қойсақ, 0-ді қоямыз n-нің орнына, мынау бізде 0-ге айналады, сонда пи бөлінген 10 қалады. Яғни бірінші жауап бізде пи бөлі 10. Екінші 1-ді қоямыз. 1. Яғни пи бөлі 10 қосылған пи бөлі 10 қосылған n-нің орнына 1 қоямыз, 2 пи бөлі 5. Алымында бөлімінде 2-ке көбейтіп жіберейік. 4, 10, 4-ке 5. Жарайды, қысқаша кестесі есептей салайық. 2 пи бөлінген 5. 2-ден береміз. 4, 4-ке 5, 5, 5 пи бөлі 10. Қысқартамыз, пи бөлі 2, 90 градус. Сонымен арк котангенс x екінші мәні пи бөлінген 2. Үшінші мәні 2-ні қоямыз. 2-ні апарып n-нің орнына 4 пи бөлінген 5 болады. Яғни пи бөлі 10 қосылған 4 пи бөлі 5. 2-ден береміз. 8 пи, оған пиді қосамыз, 9 пи бөлінген 10. Бұл бізде үшінші мән. Үшінші мәнін анықтадық. 9 пи бөлінген 10. Енді осымен шешімдер шықты. Яғни x бізде арк котангенс x пи бөлінген 10, яғни x дегеніміз котангенс пи бөлінген 10. Осылай қалдыра саламыз, оның нақты мәні Брадис кестесінен тауып аласыздар, қажет болса. Пи бөлі 2, яғни x тен котангенс пи бөлі 2, немесе ол 0-ге тең. x1, x2 және үшінші жауап. Арк котангенс 9 пи бөлінген 10, яғни котангенс 9 пи бөлі 10. Бұл бізде үшінші жауап. Сонымен теңдеуіміз шықты жауаптары. Бірінші жауап котангенс пи бөлі 10 шықты, x, екіншісі 0, үшіншісі котангенс 9 пи бөлі 10. Барлығыңызға тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бұл есеп сіздерге түсінікті және пайдалы болды деп ойлаймын. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы жүздескенше сау саламат болыңыз.